Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра оқулықтағы 27-те 5-ші есептің шығарылуын көрсетейін. Яғни біріншісі y штрихтігіне dy бөлінген dx тең x бөлінген y. Пропорцияның қасиеті бойынша былай көбейтеміз, яғни орта мүшелердің көбейтіндісі шеткі мүшелерінің көбейтіндісіне тең x dx. Айнымалылар ажыратылды, екі жағын интегралдаймыз. Енді мына жерде y-тің интегралы y квадрат бөлінген 2 тең мынау x квадрат бөлінген 2 қосу с. Енді мына жерде екі жағын 2-ге көбейтіп, бөлшектің бөлімінен құтылсақ, y квадрат тең x квадрат, сыны сол күйінде жаза берейік. Сосын енді y-тің өзін табу үшін плюс-минус мына жағынан түбір табамыз. Енді бұл дербес шешімін табу керек. X-тің орнына бізде 1-ді, y-тің орнына минус 2-ні қойып, мәнін табу алайық. Мына жерге қоя берейік. Сонда x-тің орнына 1-ді қойсам, 1 қосу с, y-тің орнына минус 2-ні қоям, минус 2-нің квадраты болады. Сонда с тең болады, мынау бізде 4, 4-тен 1 алам, 3 қалады. Сонда y тең болады, плюс-минус түбір астында x квадрат қосу 3 күйінде. Мынау бізде дербес шешімі болып табылады екен. Екіншісі, тағы да y штрихтің орнына dy бөлінген dx қоям, тең болады 3y x квадрат. Пропорцияның қасиеті бойынша dy бөлінген мынаның бөліміне 3y жазып жіберейік. Тең болады, мынау бізде x квадрат dx. Енді екі жағын интегралдаймын. Мынау 3-тен 1 тұра береді. 1 бөлінген y натурал логарифм y-ге тең болады, мынау x куб бөлінген 3 қосу с. Енді мына жерде 3-тен құтылу үшін екі жағын 3-ке көбейтіп жіберейін. Сонда натурал логарифм y тең x куб, сыны сол күйінде жаза берейін. Натурал логарифм y-ді логарифм e негізінде y-пен алмастырамын. Тең болады x куб плюс с. Y-тің өзін табу үшін мынау e-нің x куб плюс с дәрежесі түрімен алмастырамын. Енді мынау дербес шешімін табуым керек. Яғни x-тің орнына 1-ді, y-тің орнына 1-ді қоям. Сонда e, мында 1 қосу с, тең болады y-тің орнына 1 қоям. Сонда e-нің 1 плюс с дәрежесі. 1 дегеніміз e-нің 0 дәрежесімен алмастырамыз. Сонда негіздері бірдей, дәрежелерін теңестіремін. 1 қосу с тең 0. Бұдан с-ның мәні минус 1-ге тең. Енді қайтадан мына жалпы шешіміне орнына келіп қоям. Y тең e-нің x куб минус 1 дәрежесі болады. Мынау сонда дербес шешімі болып табылады екен. 2y штрих тең y-тің минус 1 дәрежесі косинус x қойымда берілгені. Y штрихтің орнына 2 dy бөлінген dx пен алмастырамын. Y-тің минус 1 дәрежесін бөлшектің бөліміне түсіріп жіберем. Сонда плюс 1 дәрежесі болады. Енді пропорцияның қасиеті бойынша 2y dy тең косинус x dx. Айнымалылар ажыратылды, екі жағын интегралдаймын. Сонда 2y квадрат бөлінген 2 тең косинус x-тің интегралы бізде синус x қосу с. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда y квадрат тең синус x қосу с. Y-тің өзін табу үшін плюс-минус түбір астында синус x қосу с. Енді дербес шешімін табуым керек. Яғни x-тің орнына 0-ді, y-тің орнына 2-ні қоям. Мына жерге қоя берейік. Синус 0 плюс с, y-тің орнына 2-ні қоям. Сонда 2-нің квадраты 4. Синус 0 бізде 0-ге тең, сонда с-ның мәні бізде 4-ге тең болады. Енді мына жерге келіп қойсам, y тең плюс-минус түбір астында синус x қосу 4. Мына бізде дербес шешім болып табылады. Тұрайын, 4-шісі. Мына y штрихтің орнына dy бөлінген dx тең 1 бөлінген 1 плюс x квадрат болады. Енді бұны dy тең болады. Пропорцияның қасиеті бойынша мына екеуінің көбейтіндісі мынаны бөлгенге тең. dy табу үшін dx-ті бөлем 1 плюс x квадрат. Пропорцияның қасиеті бойынша екі жағын интегралдап жіберем. Сонда y тең болады. Бізде мынау интегралдың формуласы бойынша бұл арктангенс x-қа тең болады. Қосу с. Дербес шешімін қоям. X-тің орнына 1-ді қоям. Сонда арктангенс 1 қосу с. Y-тің орнына пи қоям. Мынау бізде пи бөлінген 4-ке тең болады. Пи бөлінген 4 қосу с тең пи. С-ны табу үшін пи-ден пи бөлінген 4-ті алып тастаймын.
сонда мында 4-тен келеді. 4πден 1πді алсам 3π бөлінген 4. Сонымен y тең болады арк тангенс x қосу 3π бөлінген 4. Мынау бізде дербес шешімі болып табылады екен. Келесі бізде 27-де 6-шы есептің шығарылуын көрсетейін. Бұл да дифференциалдық теңдеу. Жалпы шешімін табу керек. Біріншісі y-тің орнына y бөлінген dx пен алмастырамын. 2x косинус квадрат y бөлінген, енді мына косинусты мынаның бөліміне жазып жіберейін. Косинус квадрат y тең 2x dx пропорцияның қасиеті бойынша айнымаларын ажыраттық, екі жағын интегралдап жіберемін. 1 бөлінген косинус квадрат x-тің интегралы тангенс y-ті береді. Тең болады мынау 2x квадрат бөлінген 2 қосу с. Мынау 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда тангенс y тең x квадрат қосу с. Y тең арк тангенс x квадрат қосу с күйінде болады екен. Бізде жалпы шешімі болып табылады екен. Екіншісі тағы да y штрихтің орнына dy бөлінген dx-ті қоямын. Тең болады 4x синус квадрат y. Пропорцияның қасиеті бойынша dy мына синус квадрат y мынаның бөліміне жазып жіберейін. Тең 4x dx. Айнымалар ажыратылды, интегралдаймын екі жағын. Сонда 1 бөлінген синус квадрат y-тің интегралы минус котангенс y-ті береді. Тең болады мынау 4x квадрат бөлінген 2. x-ің n дәрежесінің интегралы бұл қосусы минус котангенс y тең екеу қысқарып кетеді. 2x квадрат қосусы, яғни котангенс y тең минус 2x квадрат қосусы күйінде тұра береді, оған тимейміз. Y тең болады мынау арк котангенс с минус 2x квадрат деп жазайын. Мынау бізде жалпы шешімі болып табылады. Үшіншісі dy бөлінген dx. Мынаның орнына қойдым. Тең болады e-нің 2x дәрежесі қосу 4x. Енді пропорцияның қасиеті бойынша dy тең мына екеуін көбейте қоямын. e-нің 2x дәрежесі қосылған 4x. Соның dx-ға көйтіп жіберемін, екі жағын интегралдаймын. Сонда y тең болады e-нің 2x дәрежесінің интегралы e-нің 2x, бірақ мына x-тің алдында e2 интегралдың табудың үш ережесі бойынша алдына 2-ден 1 болып түседі. 2-ден 1 e-нің 2x дәрежесі қосылған мына 4x-тің n дәрежесінің интегралы бойынша x квадрат бөлінген 2 қосу с болады. Y тең болады мынау 2-ден 1 e-нің 2x дәрежесі тұра береді, плюс мынау екеу қысқарып кетеді. Мынау 2x квадрат қосу с. Мынау бізде жалпы шешімі болып табылады. Келесі төртіншісін үш жерге жаза берейін. dy бөлінген dx тең 1 плюс y квадрат бөлінген 1 плюс x квадрат. Енді мынаны айнымаларын ажырату үшін dy бөлінген мынаның бөліміне жазып жіберейін. dx мынаның бөліміне жазып жіберейік. Бұда мына екеуінің көбейтіндісі. Мына екеуінің көбейтіндісі шығады. Айнымалар ажыратылды, екі жағын интегралдаймын. Мынау бізде тангенс, арк тангенс y-ті береді. Мынау арк тангенс x-ті береді. Қосу с. Енді екі жағын былай істеп жіберем. Тангенс арк тангенс y тангенс арк тангенс x қосу с болатынын. Енді мынау бізде y-ті береді тепе-теңдік бойынша. Мынау тангенс арк тангенс x қосу с-ны береді екен. Мынау бізде жалпы шешімі болып табылады екен.